Ассаламуалейкум барлықтарыңызға. Бүгін біз Шәмші Қалдаяқовтың Сыған Серенадасы деген әнді үйренеміз. Бізге тапсырыс түскен. Енді қолдарыңызға домбыра алыңыздар. Бүгін біз ең оңай тәсіл арқылы үйренеміз. Кеттік. Мен ойнамай бірден үйрете берейін. Уақытты қыз өйткені. Қараңыздар. Мына бірінші пернені ұстап тұрасыздар міне. 0, 1. Сосын осы жерде тұрасыздар міне. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары қағасымыз міне. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Міне, төмен, осылай сосын. Осылай болады қосқанда, соны байқадыңыздар, осылай ойнаймыз міне. Алты рет ойнайды екенбіз. Төмен, төмен, жоғары қағасымызды. Тулаған қаны бар. Тулаған қаны бар деген екі сөзге осы жерде тұрасыздар. Неге бұлай ойнамай жатыр десеңіздер, тағы да айтайын, бұл оңай нұсқасымен кетіп жатырмын. Әрі қарай. Астыңғы 2-ні, үстіңгі 4 ұстайсыздар. Міне. Бұған бір ағырай дөнеміз. Осы қағасымызды. Төмен, төмен, жоғары қағасымызды. Сосын бір, үстінен де бір параллельні. Бірді ұстаған кезде төмен осы қағасымыз біздің, жасалатын қағасымыз 2 рет ойналады. 1, 2. Енді қосамыз, осы екеуін. Жасадық. Одан кейін келесі әуені дәл соны қайталайды. Жасадық. Сосын Мына бірді ұстағаннан кейін, 2 рет ойнағаннан кейін, тағы да келесі әуенінде 1 рет шертеміз осы әуенімізді. 1 рет шертеміз дегеніміз, жаңа қағасымызды 1 рет ойнаймыз. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Сосын, осыдан кейін үстіңгі 2 қосылатында. Үстіңге 2 қосылғанда төмен, төмен, жоғары, төмен, төмен, жоғары қағасымыз бізде 2 рет ойналады. Одан кейін аластарды бас бармақпен бірді ұстаймыз. Оған да 2 рет. Енді бағана мені көрсетіп жатырмын ба? Енді айтыпты қазір, соны дәлелдеп көрсетем қалай болған бәрі. Тулаған қаны бар тұлпарда, табылар жігіт болсаң. Міне осы ойнағанымыз. Енді жаңа бүкіл үйренген жеріміз қайтадан қайталанады. Өйткені келесі бөліміде сол әуен. Күн туса, міне, күн туса басыңа, мойыма, жасыма, жігіт болсаң. Жасалды, Енді қайырмасы кетеді, толқысын деген жері. Бұған әуенін қосайық, енді әуенін болсын. Астыңғы 8 ұстайсыздар. 8-де тұрып, төмен, төмен, жоғары істейсіздер міне. Кейін аластарды астыңғы 6-ны ұстайсыздар, параллельні. Бұған төмен, жоғары кетеді. Осылай болады. Кейін сосын 9-ға барасыздар. Асты 9-ға баратыны. 9-ға келгенде жаңағы қағазымыз 2 рет ойнады. Төмен, төмен, жоғары. 1 рет, 2 рет, Осыны қосамыз ғана. Одан кейін толқысын шар тарап деген әуені де
сөзі де сол әуенмен байланысты. Сондықтан шартарапқа да сол әуен ойналады. Қосамыз, толқысын шартарап. Енді тасышы тебіренші о гитара дегені. Астығы 8 ұстайсыздар. Сосын бір қағасты бір рет. Одан кейін 6-ға барасыздар асты. Бұған төмен жоғары кетеді. Одан кейін 5 ұстайсыздар үстінен бірінші саусақпен. Бұған да төмен жоғары. Соны қосқанда. Одан кейін 6-ға қайырдан барамыз. Бұған төмен бір қағасы. Сосын 8 төмен жоғары. Төмен жоғары. 9 төмен жоғары. Түсіндік па? Тағы көрсетем міне. Сосын қайданын 6-ға бір қағамыз. Осылай болады. Сосын осы біткеннен кейін 8-ге тұрамыз. 8-де тұрып, жаңағы қағазымыз 2 рет жасалады. Енді барлығын қосайық. Одан кейін 5 ұстаймыз, бір қағамыз төмен. Одан кейін 6 ұстаймыз, төмен жоғары. Қосамыз. Кейін 8-ге барамыз, төмен жоғары кетеді. Міне. Осылай болады. Кейін 6-ны ұстаймыз параллельно. Бұған да жаңағындай осы қағысымыз 2 рет кетеді. Осылай болады. Енді ары қарай келесі. Ей, жан серігім деген жер. Ашық қалпында. Ештен баспаймыз, ашамыз тек қана. Ашық қалпында төмен, төмен жоғары, төмен жоғары 2 рет ұнады. Одан кейін бас бармақпен бірінші пернені ұстаймыз, астыңғыда бір болады, төмен, одан кейін үстіңгі екінші саусақпен екінші пернені ұстаймыз, төмен жоғары. Одан кейін ашасыздар, төмен жоғары. Одан кейін қайтадан 1-2 кетеді. Бұл жерде жаңа қағысымыз 2 рет жасалады. Так, келесі, мұнаған келеміз. Мұнаған 1-ді ұстаймыз. Төмен 1 қағамыз. Мұнаған 3-ке кеп төмен жоғары. 5-ке кеп төмен жоғары. Міне. Кейін 6. Төмен. 6 төмен. 8 төмен жоғары. 9 төмен жоғары. Қосамыз. Кейін 8-де. 8-ге келіп, төмен жоғары келеді. Одан кейін 6 төмен жоғары. Осылай болады, қосамыз. Одан кейін 6-ны 1 қағастыр. Сосын 1-ге төмен жоғары. Сосын 2-ге төмен жоғары. Қосамыз. Одан кейін ашамыз. Ашқа қалымы жаңағы қағысымыз 2 рет жасалады. Енді қосамыз бар. Ары қарай 6-ны ұстаймыз, үстін 7. Осы қалпында 2 рет ойнады, асты 6, үсті 7. Кейін осында тұра бересіздер, астыңға төмен қағастар, сосын астыңғы шекпен 5 ұстаймыз, сосын 5 ұстаймыз, төмен жоғары кетеді. Қайтадан 6-ға келеміз, төмен жоғары. Сосын 1-ді ұстаймыз, үстінен 2. Бұған да жаңа қағасымыз кетеді. Ары қарай. 1-ді ұстаймыз, төмен жоғары, сосын төмен жоғары. Ашқасында төмен жоғары кетеді. Кейін 2, үстіңгі 4. 2-4 келгенде жаңағы қағысымыз 2 рет жасалады.
Осы ойнағанымыз бізде 2 рет ойналады. Сосын бірге келіп, төмен жоғары, одан кейін ашастыры төмен жоғары кетеді, қара. Одан кейін қайрадан бірге келеміз, төмен жоғары, сосын 2 келеміз, төмен жоғары кетеді. Сосын 1, 2, сосын 1-ді ұстап, төмен жоғары. 1-ді ұстап қараңыздар. Ашастыр. Ашқан кезде төмен жоғары кетеді, сосын 1, 2. Бұған да төмен жоғары. Одан кейін бірінші пернені ұстаймыз да. Тағы да 2 рет ойналады. Одан кейін соңғы жер қалды. Төмен. Мынау кезде төмен, сосын тағы да төмен кетеміз. Одан кейін екінші саусақпен 2-ке жоғары кетеді. Сосын тағы да бір рет солай істейміз. Міне. Сосын үсті ашылады. Одан кейін бағанағы үйренген жеріміз қайран басың деген жері қайталанады. Сосын бітті міне. Осылай. Бұл енді қайырмасын кішкене әуендетіп жібердім. Атак бұлай қайырмасына да жаңа аккорд жіберуге болушы еді, бірақ кішкене қайырмасына әуен қостым. Енді басынан бастап барлығын ойнап көрейік. Кеттік әлі. Тулаған қаны бар тұлпарда табылар үміт болса, күн туса басыңа, мойыма, жасыма жігіт болсаң. Қайырмасы. Осылай. Осымен сабақ аяқталды. Келесі кездескенше. Ассаламағалейкум.